Сәлем достар және айқанаттықтар, сіздермен қайта қауышқанымызға сондай қуаныштымыз. Бүгінгі видеоның форматында аздап өзгешелік болады. Қасымда доктор Ватсонның болмаса да, бүгін мен Шарлоттың кейпіндемін. Жақында маған келіп түскен хабарламаға сүйенсек, Астана Сад қонақ үйінде айғанатқа қатысы бар адамдар жиналады екен. Кім, не, қайда, қашан? Бұл сұрақтардың жауабын сіз осы видеоның соңында таба аласыздар. Ал мен қолыма қойын дәптерім мен қаламымды алып, тергеу жұмыстарын жүргізуге кеттім. Кеттік, бірге көрейік. Сәлем, Қайрат. Сәлем. Көп адамға қойылатын қарапайым сұрақ, айғанат сен үшін не? Айқанат барлығы айтады, мен де соны қайталап айтамын. Бұл үлкен мүмкіндіктер мекені. Сонымен соңғы сұрақ, осы отырған аламиттардың ішіндегі ауылда өскен аламиттар орындарынан тұрса? Ал сіздер аламиттармен кездесуді неге бұндай ойын арқылы бастағанымызды білесіздер ме? Айсбрейкинг ойынын ұйымдастыру арқылы аламиттардың өзара танысуына, әңгімені бастауына мүмкіндік туады. Сол мақсатпен біз осы ойынды ұйымдастырып жатырмыз. Вы единственная движущая сила, которая может сделать так, чтобы проект стрельнул, чтобы он действительно стал самым масштабным образовательным проектом страны. Түсінгеніміз бойынша, біз айғанаттың болашағын сеніп тапсыратын аламиктердің выживание ойыны арқылы 40 минут ішінде олардың стратегиялық ойлау, сыни ойлау және жалпы командада жұмыс істеу қабілеттерін сынға алатын боламыз. Қызық жауаптары қалай болатыны. Еске сала кетейік, бұл кейс Гарвард бизнес мектебінен алынған және барлық авторлық құқықтары қорғалған. Онымен қоса, ойын біткеннен кейін мына жерде жүрген мен секілді қолына блокнот ұстап алған бақылаушылар ойын нәтижелерімен бөлісетін болады. Бірге көрейік. Мен 13 топтың қазір бақылаушы болып отырмын. Жалпы топ мүшелері қазіргі таңда выживание дейді ғой. Сол бойынша өздерінің стратегиялық план құрып жатыр. Как будто сами в этой ситуации пытаемся представить себя, если бы мы в этом оказались, как бы мы мыслили. Ойланып жатыр, компаспен кітап алу керек па, әлде топор мен спичка алу керек па деп. Тірі қалуға негізі шанс бар ма? Бар ғой, әрқашан бар. Себебі біз местностьті білуіміз керекпіз, бізге по-любому бару керек болады. Себебі бізді ешкім іздеп келмейді, кемінде 3 апта. Әрине қиындықтар болып жатыр. Себебі бұл ситуация өмірде болған, және де бізге де аман қалу керек. Олардың жауаптарын, іс-әрекеттерін жазып жатырмын, яғни кейін ойын аяқталғаннан кейін командалық жұмысты қалай атқарғандығы жөнінде фидбек беретін болам. Қазір мына жерден 100 000 теңге сыйақы ұтып алсаңыздар, оны қайда жұмсайсыздар? Продукт алам. Продукты? Ага. Сіз нағыз студент екенсіз. Егер біз жеңіп алсақ, онда как-то айқанат қорына беріп жіберуіміз де мүмкін. Менің үстімдегі дәл осы мерчті байқаған боларсыздар. Осы жылдан бастап Айғанат Аламни ассоциациясына арнайы осындай мерчтер тігілді. Бұл өнімдердің алғашқы легі бізге бірінші турда олимпиаданы жеке өткізген, яғни координаторлардың фондтың көмегінсіз өткізген аламиттарға сыйға тартылды. Мен есіме түсіп кетті, бізде бір видео болған. Мен мектепке өтпей қалдым деп жылап отырған бір видеосы болған. И сол жылап отырған қыз қазір осындай үлкен жетістікке жетіп тұр дегенде мақтаныш сезімі оянып кетті и Әрбір фотосурет ол айғанат қорының тарихына айналады. Дәл қазір осы сәтті пайдаланып, аламниктармен бірге тарихи фотолар жасап жатырмыз.
Сәлем Жанболат, қай қаладан, қандай мамандықта, қандай курста, Айқанаттың қай легі? СДУ университеті Алматыдан келіп отырмын. Мен Қарағанды қаласынан келіп тұрмын. Мен Қарағанды қаласынан. Мен Түркістан облысы Шымкент қаласынан келіп отырмын. Алматы қаласынан келдім. Мен жалпы Ақтөбе қаласынан келдім. Семей қаласынан келіп отырмын. Айқанат 19, IQ мектебін бітірдім. Түлегі ең алғаш түлегі. Мен Айқанат Хайсколы Бурабайдың 2022 жылғы түлегімін. Для меня Giving Back – это возвращаться в Айқанат, помогать повсеместно. Giving Back қайта оралу. Giving Back деген Айқанаттың берген бүкіл жақсылықтарына, бүкіл орысша айтайын, возможностьтарына рахмет деген сияқты ғой. Алғысымыз Giving Back деген солын қайтарып беру. Қазір аламникпін, енді болашақта мен Айқанаттың осындай қамқоршысы болғым келеді, спонсоры болғым келеді. Айқанатқа Giving Back істеуіміз керек. Ал сіз SWOT анализінің не екенін білесіздер ме? Дәл қазір біздің аламниктарымыз жалпы біздің Айқанат қоры туралы SWOT анализін жасап жатыр. Не нәрсеге десеңіздер, Айқанат қорының жақсы жақтары, яғни күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін дәл қазір талқылап жатыр. Ал сіз шын мәнінде қолдау деген не екенін білесіз бе? Осы 2024-25 оқу жылынан бастап Айқанатта peer-to-peer learning деген жаңа жоба іске асады. Сол туралы аламниктарға қазір Әсел ұстаз лекция өтіп жатыр. Бірге тыңдайық. Байқаған боларсыздар, біздің қорға тарихи фотолар жасағанды ұнатады. Бұл да бір Айқанат қорының мұрағатына кететін Айқанат Alumni Association-ның тарихи фотосы. Сонымен, бүгінгі кездесудің шымылдығы жабылды. Ал мен осы кездесуге жауапты Шерлок ретінде мына қойын дәптерімді алып, қазір сіздерге есеп беретін боламын. Сонымен, бүгінгі біздің түсінгеніміз Айқанат қорының басты қозғаушы күші ол аламниктар. Кез келген компания жаңа кезеңге өтердің алдында стратегиялық сессия жасайды екен. Демек, бұл Айқанаттың қайта туылуы ма? Ал ең бастысы Айқанат Alumni өзінің стратегиясын анықтады. Және қорға ресми қызметкер ретінде қабылданған аламниктарды бүгін құттықтап шықтық. Онымен қоса, домбыраның құлағында ойнаған Бақытжанның да peer-to-peer learning тәжірибесімен бөліскен Қанағаттың да кейсімен танысып шықтық. Қысқасы, бүгінгі кездесудің ұранына айналған Giving Back, Moving Forward лозунгы біздің миымызда өте үлкен бум жасады. Ал онымен қоса, бүгін мен кездесуден бір қызық ақпарат жинадым. Алдағы уақытта Қазақстанда Айқанат мектебі ашылады екен. Бірақ бұл туралы біз сіздермен кейінірек сөйлесетін боламыз. Ал әзірге кездескенше!